керемет тұр. Ең басты сұрақ осы да. Желание дейді ғой, желание дейді. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Арслан, Тендерер компаниясының негізін қалаушы. Өткен аптадағы бастаған тақырыпты жалғастырамыз, яғни тендерге қатысты топ 10 сұрақ. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ бізде қара тізімге қалай кірмеу керек? Яғни черный списокқа көп адамдардың тендермен айналысатын, тендерді бастайын деп отқан адамдардың черный список десең болды, тендерді бастамай қоя салады. Сондай қорқатты одан черный список десе бір как будто оның қолын қайырып, кісен салып, апарып қамап тастайтын сияқты да. Негізінде ол олай емес. Сол үшін оны дұрыс түсіну керек. Осы черный спискқа кірмеудің сырын айтамыз бүгін. Яғни қараңыздар, черный спискке көп адамдардың кіретіні себебі істерінің шала болуында. Яғни өзі істеп жатқан істің шала болуында. Сіз тендер қарадыңыз. Мынандай бір смартфон шықты. Тендерде характеристикасы ұзақ. Оныкі майда жазылған. Оқығыңыз келмейді ана. Бас жағын оқисыз, смартфон, мынандай экраны бар, памяті мынандай деген сияқты сөйтіп шығады. Сіз примерно ол мынандай шығар дейсіз да, ол сонымен сол бағаға, мысалы үшін сізден iPhone сұрап тұр, iPhone-ның характеристикасы жазылып тұрады. Сіз ойлайсыз, ананың характеристикасына қарайсыз, сіз ойлайсыз бір Huawei ма апарып бере салам деп ойлайсыз, LG ма апарып бере салам деп ойлайсыз, сол LG-дің бағасына сәйкестендіріп заявка жібересіз. Технический спецификация толық оқылмаған жоқ. Әрбір мынандай характеристиканың әрбір нелеріне, жаңағыдай букваларына, цифрларына сіз мән берген жоқсыз. Просто бас жағын оқыдыңыз, мына телефонда болады оған дедіңіз, өзіңіз шешім қабылдадыңыз да жібере салды. Осы үлкен қателік болады. Бірінші 100% сәйкестендіру керек. 100%. Сізді сол товар, сіз сатып алған товар, заказчиктің сұрап жатқан товарына 100% сәйкес келетініне көзіңіз жеткен уақытта сіз заявка жіберіңіз. Ұтып алсаңыз, ұттыңыз. Зато сіз қорықпай сол товарды апара бересіз. Ұтып алмасаңыз, онда келесі тендерді көріңіз. Бір рет заявка жіберіп қойып, соны күтіп отырған болмайды. Аптасына 10, 20, 30 заявка жіберу керек. Соның біреу екеуін ұтып аласыз. Ал енді заявка жіберіңіз. Товарыңыз сәйкес келмейді. Заказчик қабылдамаймын деп жатыр. Енді не істейсіз? Егер сіз тендерге қатысқан уақытта сізбен бірге конкуренттер болса, екеу, үшеу компания болса, сізбен бірге қатысқан. Сіз победитель болсаңыз, сіз отказ жасай алмайсыз. Отказ жасасаңыз, сізді черный спискке кіргізеді. Автоматты түрде кіргізеді. 5 күн договорына подписание, договорға қол қоюға 5 күн уақыт береді. 5 күннің ішінде сіз қол қоймасаңыз, сізді автоматты түрде черный спискке кіргізеді. Договорға қол қойдыңыз, бірақ товарды әкеп берген жоқсыз. Онда сізді сот арқылы, одан кейін қазір 2019 жылы 3% договорды қамтамасыз ету несі бар. 3% салуыңыз керек сіз договорды орындау үшін. 10 күннің ішінде договорға қол қойғаннан кейін 10 күннің ішінде сіз товарды әкеп берсеңіз, сіз 3% салмайсыз. Әкеп бермесеңіз, онда 3% саласыз, одан кейін барып товарды әкеп бере береді. Сондай заң бар. Сіз 3% саласыз, болды, одан кейін товарды апарып бермейтін болсаңыз, апарып бермей қойыңыз. Ол кезде сізді через сот арқылы ғана черный спискке кіргізе алады. Оның уақыты 1,5-2 айдың уақыты. Сіз 1,5-2 айдың уақыт, сондай уақыт кетіп қалады оған. Сол уақытта сіз жұмыс істеп алуыңызға болады. Сол ИП толығымен. Бірақ ең бастысы бұл жерде жаңағыдай әрбір істі өз орнымен істеу керек. Яғни, мысалы үшін технический спецификацияны оқыған кезде соған 100% сәйкес келтіру керек па? Негізі заң бойынша, правила бойынша сіз соны келтіріңіз. Мен мынау мынандай шығар, бұна бұлай айтты, базардағы бұлай айтты, сатушы бұлай айтты, ол болмайды. Сіз өзіңіз көзіңіз жеткізіп алыңыз керек. Сол кезде ғана заявка жібересіз,
содан кейін барып ұтып алсаңыз, сізде ешқандай проблема болмайды. А егер ұтып алмасаңыз, онда тоже ешқандай проблема болмайды. А егер сіз шала істеп отырып, ұтылып қалсаңыз, мінекей, осы кезде сіз черный списокке кіріп кету қаупіңіз бар. Одан кейін, жаңағыдай договорға қол қойғаннан кейін орындамайтын кезде болады, ол кезде де черный списокке кіріп кетесіз. Сол үшін әрбір қазіргі күнде 2019 жылы үлкен өзгерістер болған порталда, қазір правила 2017-2018-де қатысып жүрген адамдар қазір 2019-да біраз уақыт қатыспай келіп 2019-да дәл қазір қатысатын болса, олар уже түсінбейді порталдың ішін. Өйткені өте көп өзгерістер болған. Сол өзгерістердің бірі бұл жерде осы 3% салу, тариф қосу деген сондай өзгерістер бар. Мінекей дәл осылай. Одан кейін тағы да бір айта кететін нәрсе, сіз бірінші орын алсаңыз, договорға қол қоймасаңыз, автоматты түрде кетесіз дедік. Ал енді екінші орын алсаңыз, яғни бірінші орын договорға қол қойған жоқ, автоматты түрде кетіп қалды. Енді договор сізге келеді, екінші орын алған адамға келеді. А сіз бұл жерде отказ жасауға мүмкіндігіңіз бар. Сіз черный списокке кірмейсіз. Екінші орын алсаңыз. Бірінші орын алсаңыз, сіз отказ жасай алмайсыз. А егер бірінші орын алып, ешкім қатыспаса сізден басқа, онда договор сізге келеді, сіз тағы да отказ жасауға мүмкіндігіңіз бар. Өйткені тендер деген бұл жаңағыдай конкуренттер бар жерде ғана тендер болады. Конкурент жоқ, сіз жалғыз өзіңіз болсаңыз, ол тендер емес. Ол кәдімгі біреу қатысты, бұл ешкім жоқ, конкурент жоқ, ол тендер ойнатылған жоқ болып есептеледі. Сол үшін соны ұмытпаңыздар. Енді келесі жолы біз тағы да маңызды деген сұрақтарға жауап береміз. Сол үшін біздің видеоларды жіберіп алмаңыздар. Мына жерде подписаться дегенді басып жазылыңыздар YouTube каналға, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біздің видеоларымыз келген уақытта сізге уведомление, жаңағыдай хабарлама келіп отырады. Яғни сіз біздің видеоларды жіберіп алмай көретін боласыз. Сол үшін тоқтамай, черный списокке кіріп кетуден қорықпай жұмыс істей беріңіздер, тендерге қатыса беріңіздер. Черный списокке кіріп кетуі мүмкін деп ойласаңыз сіз, ол қорқыныш сізді іс-әрекет жасаудан тыяды. Яғни мен черный списокке кіріп кетуі мүмкін деген қорқыныш болса, сол қорқыныш сізді бір әрекет жасаудан тосады сізді. Сол үшін ондай қорықпау керек. Істей беріңіз. Сол компанияңыз черный списокке кіріп кетсе де, сіз келесі компания ашып істей беріңізге болады. Сол үшін достар, істейм деген адамда ешқандай сылтау жоқ. Істейм деген адам бір шешімін табады. Просто ақша істейтін көптеген мүмкіндіктер бар. Сол мүмкіндіктер жіберіп алмау керек. Сау болыңыздар.